Байқағандарындай менің жұмыс орнымда бүгін ерекше, түсі басқа, освещение да бар, мына жақта. Және арттан да артта да свет бар, сондықтан біраз көлеңке түсіп тұр. Міне бүгін мынандай фоамиран деп аталма, негізі фоамиран деп айтылады екен. Фоамиран дей берейік. Осындай гүлдер жасаймыз. Бұндай гүлдер дүкенде де сатылады, және мынау гүлдердің олардан айырмашылығы жоқ. Өте әдемі көрінеді. Сондықтан бұны мен сендерге өз қолымызбен жасауды ұсынамын. Ендеше бастайық. Мінекей фоамиранды аламыз. Енді бізде ені 1,5 сантиметр болады. Мындай қалам, ручкамен сырдың қажеті жоқ, себебі фоамиранда кез келген нәрсенің ізі жақсы қалады. Сондықтан ручка қаламмен сызбай қойыңдар, себебі оның не дегенмен орны қалады да. Мен сияқты мындай зубочистканы ма, шпажканы ма алып істей беруге болады. 1,5 сантиметр. Мен мынандай ұзын полоска сызып алдық, көрініп тұр. Және де бұны бәрін 2 сантиметрге бөліп шығамыз. Так, мына шетінен бастайтын болсам. Мен достар бәрін 2 сантиметр бөліп шықтым. 2 сантиметр былайынан алғанда. 2. Ал былай алар болсақ 1,5. Сендер мына штативке үйреніп қалғанда шығарсыңдар, я? Бұл мен алдында закладка жасағанда қалған фоамиран болатын. Барлық шетті ақтардым, не жасауға болады деп. Онша фоамиранмен идеялар жоқ екен, тек осы гүлдер. Я көбінесе гүлдер ғана жасайды екен. Сендер комментария жазып кетіңдер, болмаса келесіне қандай видео түсірсем болады осы фоамиранмен. Немесе сендер қандай идея білесіңдер. Мишка жасауға болады екен осы гүлдерден, бірақ оның астындағы негізін дейді, основасын табу керек. Ол бізде табылу қиын нәрсе. Мынау артық қалғаны. Мен мынандай кішкентай текшелер шықты. Енді қайшымызды аламыз. Мен специально маникюрный ножницы алдым. Осымен удобно. Осылай кесеміз бәрін. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Кескен кезде мен түсінікті болушын бәрі көрсетейін. Так, мынау дұрыс. Ұзындығынан кесеміз. Және бәрін осылай кесіп шығам. Ол бәрін кесіп қойдым. Енді ыстық кілемімізді қыздыруымыз керек. Мен қыздырып дайындадым. Енді кішкене қызықты сәті. Кішкене ана жағамызды былай алдырамыз. Кішкене ұстаймыз. Фокус жасайын. Вот. Келесін аламыз. Дәл солай. Ыстықлей жағамыз. Көп жағылып кетті. Енді мына қара Марс бағыты. Өзі түсінік айтпаса да түсінікті шығар, я? Так. Осылай жалғастырамыз.
Кішкене ғана жайық. Енді мына жағын қаратып аламыз. Ашылып кетті. Кішкене ұстайық. Ай, қолыма клей тиіп кетті. Енді осы жағымен жұмыс істейміз. Енді қарама қарсы емес, бірден кішкене шеттен бастаймыз, себебі раушангүліне, яғни розаға ұқсау керек. Астында клей болғандықтан тұрмай тұр. Бұл өте бюджетный DIY. Фоамиран аса қатты қымбат тұрмайды. Ал бірақ гүлі қымбат тұрады. Видеода асығып істеп жатқанға ма? Күлшелер ашылып кетіп жатыр. Міне достар, дайын. Где-то 14-15 күлте кетті. Орташа гүлдер осындай болады. Өзінің қалыптысы дейін, 14-15 кетеді. Кішірек болса әдемі емес болмай қалатын сияқты. Және де үлкенірек қылам десеңдер өз қалауларың, көбірек күлте қосамыз. Көрінер ме? Бұлар біріксе тіптен әдемі болады. Кәдімгі дүкендегі гүлдер сияқты. Ал достар, мен сендермен келесі кездескенше қоштасамын. Менің видеоларымды үзбей көреміз және астындағы қызыл нүктені басып подписаться етеміз, лайк басамыз. Кездескенше.